Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Қазақ тіл сабағы 2 сынып. Күнделікті сабақтарды үзбей жіберіп алмас үшін каналға міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. 110 сабағымыздың тақырыбы дара және күрделі етістік деп аталады. Бүгінгі сабақта етістіктерді табуды, сонымен қатар өлеңдегі негізгі ойды анықтауды, қатені табуды және оны түзеп жазуды үйренеміз. 25 жаттығуда өлең берілген, өлеңді мәнерлеп оқы. Шыр-шыр еткен торғайды аямасқа болмайды. Көп кішкентай торғайлар ағаштарды қорғайды. Өлеңнің авторы Жақан Смақов. Енді оқушылар осы өлеңге қатысты тапсырмаларды орындаймыз. Өлеңдегі негізгі ойды анықта. Өлеңдегі негізгі ой торғайлардың көп кішкентай болса да ағаштарды қорғайтыны туралы айтылған. Келесі етістіктерді тап. Өлеңдегі етістіктерге шыр-шыр еткен, аямасқа болмайды, қорғайды деген етістіктер жатады. Келесі 26 жаттығуда жаңылпаш берілген, жаңылпаштың қатесін түзеп жаз. Үміт, түбіт, түтті, түбітті, түтіп, бітті. Яғни жаңылпаш дұрыс жазылмаған, барлық жерде ү әріпі жазылған. Осы жаңылпашты қатесін тауып түзеп жазып шығамыз. Үміт, түбіт, түтті, түбітті, түтіп, бітті. Яғни төмендегі берілген нұсқасы дұрыс. Енді осы жаңылпаштағы етістіктерді тауып, дара не күрделі екенін ажыратуымыз қажет. Жаңылпаштардағы етістіктерге түтті, түтіп, бітті деген етістіктер жатады. Түтті деген дара етістікке жатады, ал түтіп, бітті деген күрделі етістікке жатады. Себебі түтті деген бір ғана етістіктен тұр, бір ғана сөзден тұр. Сондықтан да ол дара етістікке жатады. Ал түтіп, бітті деген екі сөзден құралғандықтан бұл күрделі етістікке жатады. Сабағымызды әрі қарай жалғастырамыз. 27 жаттығуда мәтін берілген, мәтінді түсініп оқимыз. Құстар тұмсығымен дән шоқып жейді, жаңғақта шағады. Кейбір құстар үшкір тұмсықтарымен ұя салады және тесік оятын құрал ретінде пайдаланады. Енді осы мәтіндегі етістіктердің дара немесе күрделі екенін айт дейді. Мәтіндегі етістіктерге шағады, салады, пайдаланады, шоқып жейді деген етістіктер жатады. Бұл етістіктердің ішінде шағады, салады, оятын, пайдаланады деген дара етістікке жатса, шоқып жейді деген күрделі етістікке жатады. Келесі тапсырма: мұндай құстардың пайдасы туралы топта талқыла. Яғни, білетін құстардың пайдасы туралы өздерінің ойларыңды сыныпта айтып берсеңдер болады. Келесі 28 жаттығуда кесте берілген, кестені тиісті құс атауларымен толтыр. Үй құстары және жабайы құстар. Осы екі берілген бағандағы құстардың атауларын жазып шығамыз. Үй құстарына тауық, қораз, күркетауық, үйрек, қаз деген құстар жатса, ал жабайы құстарға, олар жабайы құстар өте көп, олардың ішінде бүркітті жатқызуға болады. Қаршыға, қарға, сауысқан, үкі, тырна және торғай деген құстарды жатқызуға болады. 29 жаттығуда өз аулаңдағы құстарды бақыла. Байқағандарың туралы шағын мәтін құрастырып жаз. Менің ауламда түрлі құстар бар. Азанмен бізді тауықтар оятады. Қораз да қалыспай оятады. Ал үйректер болса, бірінің артынан бірі тізіліп жүреді. Олардан бөлек ауламыздағы ағаштардың басына торғайлар келіп қонады. Ал үйдің бұрышында қарлығаштар ұясы орналасқан. Олар балапандарына жем тасиды. Қарлығаштар адамдардың досы. Сондықтан да олар ұясын жақын жерге салады. Ал енді оқушылар, осымен берілген сабағымыз аяқталды. Егер де сабақ ұнаған болса, каналға міндетті түрде тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар.